Сәлеметсіз бе, қымбатты көрермендер? Бүгін өте маңызды тақырыпты қозғайтын боламыз. Көп адамдар аяқтарым әлсіреп кетті, баспалдақпен шығу қиынға соғады, тізем ауырады дейді. Мәселе олардың не жейтінінде. Біз денсаулыққа пайдалы деп ойлап жейтін жемістердің кейбірі шын мәнінде аяқтарымызды әлсіретеді, әсіресе 60 жастан кейін. Бүгін мен сіздерге 7 жемісті айтамын. Бұл жемістер аяқ күшіне зиян келтіреді. Неліктен олар қауіпті екенін түсіндіретін боламын. Олардың орнына не жеу керектігін айтамын. Видеоның соңына дейін қараңыз. Бұл 7 жеміс сіздерді таңғалдырады. Бірінші жеміс ол банан. Күтпедіңіз бе? Ол банан ғой, пайдалы ғой дейсіз. Жоқ, 60 жастан кейін банан проблема тудырады. Неліктен? Банан өте тәтті. Бір орташа бананда 15 грамм қант бар. Бұл 3-тен 4-ке дейін текше қантқа тең. Сіз қант жемейміз дейсіз. Бірақ күніне 2-ден 3-ке дейін банан жесеңіз, 10 текше қант болады. Бұл қант қанға тез кіреді, қан қысымы көтеріледі. Қант көп болса, қан қою болады. Қою қан аяқ бұлшықеттеріне жақсы жүрмейді. Бұлшықет оттексіз қалады. Оттегі жоқ, бұлшықет әлсірейді. Екінші проблема калий. Иә, банан калийге бай. Жастарға жақсы, бірақ 60 жастан кейін бүйрегіміз баяу жұмыс істейді, артық калийді шығара алмайды. Қанда калий жиналады. Көп калий бұлшықетті әлсіретеді, тіпті тырысуларға келеді. Американдық ғалымдар зерттеді, күніне 2-ден көп банан жейтін 65 жастағы адамдардың 40% аяқ әлсіздігінен шағымданады екен. Бір апа таңертең үйден шыққанда бір банан, түске дейін тағы бір банан жейді екен. Соңында аяқтарыма тіреу болмай қалады дейді. Бананды жеуді қалай тоқтатты, аяқтары жеңіл бола бастады. Негізі күніне жарты банан жеткілікті. Таңертең жеңіз, түстен кейін жемеңіз. Екінші жеміс жүзім. Қауіпті жемістің түрі, әсіресе тәтті жүзім. Көп адамдар теледидар көріп отырып жүзім жейді, немесе десерттің орнына. Өте қауіпті. Жүзім ол қанттың чемпионы. Жүзім қанды тез көтереді, сосын күрт түседі. Бұл бұлшықетке өте зиян. Бұлшықет клеткалары бұзылады. Тағы бір проблема қабыну. Жүзімде фруктоза көп. Фруктоза денеде қабынуды тудырады. Буындар қабынады, бұлшықеттер қабынады, ауырады. Үшінші проблема ісіну. Жүзім суды денеде ұстап қалады, әсіресе аяқтарда. Кешке аяқ ісіп кетеді, ауырлайды, жүру қиын болады. Клиникада зерттеу жүргізгенде 50 пациент жүзімді қалай тоқтатты, 2 аптадан кейін 30 адам аяқ жеңілдігін сезген болатын. Бұл 60%. Жүзімнің орнына не жеуге болады? Қарақат пен қызанақ. Қарақат та тәтті, бірақ қанды аз, қабынуға қарсы күшті. Қызанақ та жақсы, жидектер де өте керемет. Үшінші жеміс манго. Базарда жаңа келді, сатып алдық, жедік. Стоп, манго экзотикалық жеміс. Дәмді, әдемі, бірақ 60 жасқа қауіпті. Бір мангода 46 грамм қант бар. Бір күндік қант нормасы бір мангода. Тағы мангода 200 калория бар. Бұл бір тостағы күрішке тең. Манго жегеннен кейін салмақ артады. Артық салмақ аяқтарға қосымша ауырлық. Егер адам 70 кило болса, аяқтары 70 килоны көтереді. Егер 80 кило болса, 80 килоны. 10 кило артық, бұл дегеніміз 2 шелек суымен тең. Ал бұған аяқтар қалай шыдайды? Манго буындарға зиян. Мангода уремическая қышқыл көп. Бұл қышқыл буындарда жиналады, артрит күшейеді, тізелер ауырады. Кейбір апа-аталарымыз базардан 3-4 данасын бірақ алады да 2 күнде бітіреді. Одан тізелері ауырады, түнгі ұйқысы бұзылады. Негізі мангоның орнына алма өте жақсы үйлеседі. Алмұрт керемет, шабдалы аяқ күші үшін тамаша. Төртінші жеміс құрма. Көп қазақстандықтар құрманы жақсы көреді. Құрма пайдалы дейміз, энергия береді дейміз. Рас, энергия береді, бірақ 60 жастан кейін проблема тудырады. Неліктен? Бір құрмада 16-дан 18 граммға дейін қант бар. Құрма қанттың бомбасы. Қанға түссе, қан қысымы секіреді. Қан деңгейі өседі, төмендейді. Бұл бұлшықетті қатайтады. Иә, дұрыс естідіңіз. Артық қант бұлшықетті қаттандырады. Икемді бұлшықет болмайды. Қатты бұлшықет жеңіл жыртылады, жарақат алады. Үшінші проблема қан қою болады. Құрма қанды қоюландырады. Қою қан баяу жүреді.
Аяқ бұлшықеттеріне оттегі жетіспейді, бұлшықет аш қалады, әлсірейді. Түрік ғалымдары зерттеді, күніне 7-ден көп құрма жейтін егде адамдардың аяқ күші 30%-ға төмен екен. Күніне 2 құрма максимум жеу керек, таңғы асқа ғана, кешке жемеңіз. Жаңғақпен бірге жеңіз, жаңғақ қанды тұрақтандырады. Құрманың орнына өрік те жақсы, кептірілген өрік аяқ күші үшін керемет. 5-ші жеміс ананас. Тропикалық жеміс әдемі, дәмді. Ананас туралы айтады, қабынуға қарсы дейді. Ананас өте қышқыл. Бұл қышқыл буындарда жиналады. Буындар одан да көп ауырады. Артрит күшейеді, тізелер, буындар қатты ауырады. Ананаста бромелаин деген зат бар. Жастарға жақсы, бірақ 60 жастан кейін ол проблема. Өйткені бромелаин қанды сұйық етеді. Қан тым сұйық болса, қан кету қаупі болады. Тағы егде жаста кішкентай жарақаттар бұлшықетте пайда болады. Ананас жесеңіз, бромелаин осы жарақаттарды үлкейтеді, бұлшықет одан да әлсірейді. Одан кейін аллергия тудырады. Егде жаста аллергия жиі пайда болады. Ананас күшті аллерген. Денеде қабыну, ісіну, қышыну пайда болады. Ананасты жиі жейтін науқастардың 55%-ның тізесі ауырады. Көбісі ананасты жақсы көреді, консервіленген ананасты алады да жейді. Одан буындар қатты ауырады және түнде ұйықтай алмау қаупі бар. Ананастың орнына киви жақсы. Кивиде қышқыл, бірақ аз. Папайя да керемет. 6-шы жеміс қарбыз. Жазда көбі жақсы көреді, салқындатады, тәтті. Қарбыз 90% су ғой. Ол қалай зиян келтіреді дейсіз бе? Дәл осы су проблема. 60 жастан кейін бүйрек баяу жұмыс істейді. Қарбыз көп су береді. Бүйрек оны шығара алмайды. Су денеде жиналады, әсіресе аяқтарда. Кешке қарбыз жесеңіз, таңертең аяқтарыңыз ісіп кетеді. Ауыр болады, жүру қиын болады. Қарбыз натрийді денеден шайып жібереді. Натрий маңызды минерал. Натрий жоқ болса, бұлшықет әлсірейді, тырысулар басталады. Қарбызды күніне 200-ден 300 граммға дейін тұтыныңыз. Таңертең немесе түске дейін, кешке жемеуге тырысыңыз. Қарбыздың орнына қауын жақсы. Қауында тәтті, бірақ суы аз, клетчатка көп. 7-ші жеміс апельсин, лимон, мандарин, грейпфрут. Бұл таңғаларлық жағдай. Апельсин витамин С ғой дейсіз. Рас, витамин С көп, бірақ 60 жастан кейін проблема. Өйткені цитрус өте қышқыл. Бұл қышқыл буындарда жиналады, уремическая қышқыл көбейеді. Подагра қаупі өседі, буындар қабынады, қатты ауырады. Цитрус кальцийді денеден шығарады. 60 жастан кейін кальций өте маңызды. Кальций жоқ, сүйектер әлсірейді, сынық қаупі өседі, остеопороз нашарлайды. Көп егде адамдар дәрі ішеді, қан қысымға, холестеринге, жүрекке дәрі. Цитрус бұл дәрілердің әсерін өзгертеді. Дәрі немесе әлсірейді, немесе күшейеді, екеуі де қауіпті. Және де цитрус асқазанға өте қышқыл, асқазан жарасы пайда болады, немесе нашарлайды. Британдық ғалымдар зерттеді, күніне 2-ден көп апельсин жейтін егде адамдардың подагра ауруы 2 есе жиі кездеседі екен. Цитрустың орнына алма, алмұрт әлде қайда жақсы. Алмада қышқыл аз, қызанақта антиоксиданттар көп, қышқыл аз. Құрметті көрермендер, біз 7 жемісті қарастырдық. Банан, қант және калий шамадан тыс, аяқ бұлшықетіне зиян. Жүзім, қабыну және ісіну тудырады, аяқтар ауырлайды. Манго, қант бомбасы, буындарға зиян, артық салмақ. Құрма, бұлшықетті қатайтады, қанды қоюландырады. Ананас, қышқыл, буындарға зиян, аллергия тудырады. Қарбыз, артық сұйықтық, аяқтар ісінеді, ұйқы бұзылады. Цитрус, буын және сүйек проблемалары, дәрілермен қақтығыс маңызды. Бұл дегеніміз, бұл жемістерді мүлде жемеңіз деген сөз емес, бірақ мөлшерін бақылаңыз. Жиі жемеңіз, дұрыс уақытта жеңіз. Денсаулығыңызды бақылаңыз. 60 жастан кейін аяқ күшін сақтау үшін не жеу керек? Алма қан қысымын тұрақтандырады, аяқ күшіне жақсы. Алмұрт бұлшықет қорегі өте пайдалы. Жидектер, антиоксиданттар көп, бұлшықетті жаңартады. Қарақат қабынуға қарсы күшті, буындарға жақсы. Өрік, клетчатка және минералдар энергия береді. Аяқ күшін сақтау үшін тағы не керек? Су ішіңіз, күніне 1-ден 2 литрге дейін. Су жоқ, бұлшықет құрғайды. Жүріңіз, күніне 20-дан 30 минутқа дейін. Жүрмесеңіз, бұлшықет әлсірейді. Витаминдер қабылдаңыз. Витамин Д, кальций, магний. 60 жастан кейін міндетті түрде дәрігерден тексеріліңіз. 6 айда 1 рет.
денсаулықты бақылаңыз, есіңізде болсын. 60 жастан кейін де белсенді, күшті, тәуелсіз өмір сүруге болады. Бірақ ол үшін не жейтінімізге мұқият қарау керек. Дұрыс жемістерді жеңіз, аяқтарыңыз күшті болады, өміріңіз жақсы болады. Егер бұл видео пайдалы болса, лайк басыңыз, комментарий қалдырыңыз. Тәжірибеңізбен бөлісіңіз, жазылыңыз, тағы да пайдалы видеолар болады. Денсаулықтарыңыз мықты болсын. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.